Шестаков атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанар Жакипова. Жұмыс тақырыбы: қазақ тілі пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Қазақ тілі пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Мақсаты: сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді, тапсырмаларды тиімді пайдаланып, мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға жағдай жасау. Міндеті: мәтінмен жұмыс жасай білуге дағдыландыру, мәтіннен негізге дейін таба білу, мәтінге сұрақ қоя білуге үйрету, мәтіннен түсінгеніне сүйеніп ой қорыта білуге дағдыландыру, мәтіннен алған ақпаратты саралап, маңыздысын анықтауға үйрету. Сіздерге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 7-ші сыныпта өткізілген сабақта мақсатқа жетуге бағытталған функционалдық сауаттылықты дамытатын тапсырмалардың үлгісін көрсетпекпін. Сабақтың тақырыбы: мен Қазақстанның болашағымын. 2-ші сабақ. Сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және ақпараттың өзектілігін анықтау. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну. Тыңдалым алдындағы кезең: суретті әңгімелеу стратегиясы. Оқушыларға сурет көрсетіліп, не жайлы екені сұралады. Қажет болған жағдайда әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала үйретуге болады. Сурет әңгіменің бір бөлігі екені ескертіледі. Оқушыларға суретте не бейнеленген сәттің алдында не болған және кейін не болатын болжатылады. Оқушылардың ойы анықталған соң барып мәтін тыңдатылады. Оқушылар өздері құраған әңгіме мен тыңдалған мәтіннің шынайы сюжетін салыстырады. Тыңдалым кезеңі: оқушылар мәтінді тыңдайды. Тыңдалған мәтін негізінде тыңдалым картасын толтырады. Тыңдалым картасының тиімділігі: ести отырып ақпаратты қабылдайды. Тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінуге талпынады. Тыңдалған мәтін бойынша шешім қабылдап, қорытынды шығарады. Ақпаратқа қатысты өзіндік пікір білдіреді. Тыңдай отырып қажетті мәліметтерді іріктейді. Тапсырманы деңгейлік ретінде беруге болады. Мақсатқа негізделген функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жайлы айтып отқандықтан, Блум таксономиясына негізделген тапсырмалар туралы айтқым келеді. Өтілген тақырып: мәтін бойынша арнайы дайындалған тапсырмалар өте тиімді. Қарапайымнан күрделіге қарай орындалып, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, сабақта барлық оқушыларды қамтуға мүмкіндік беретін жүйелердің бірі. Мысалы, Блум таксономиясына негізделген тапсырмаларды орындаңыз. Білу: Қазақстанның болашағы кім? Қазақстан өз егемендігін қашан жариялады? Қазір Қазақстан қандай мемлекет? Біздің мемлекетіміз қандай? Түсіну деңгейіне арналған тапсырма. Мәтін мазмұнын ашатын 3 негізгі ақпаратты жазыңыз. Қолдану деңгейіне: берілген суретті 5 сөйлеммен сипаттаңыз. Тірек сөздер: Қазақстан, болашақ, жастар, тәуелсіз, міндет. Дәл осы ретпен талдау, жинақтау, бағалау тапсырмаларын оқушылар орындай алады. Блум таксономиясын қолдану арқылы оқытудың ерекшеліктері: балалар өздері білетіндерінен бастап, бірте-бірте жаңа тақырыппен ұштастыра отырып білімін толықтыра түседі. Берілетін тапсырмалар әртүрлі болғандықтан оқушылардың қызығушылығын оятады. Сыни тұрғыдан ойлау белсенділігі артады. Ойларын қорытындылауға, пікірін дәлелдеуге үйренеді. Әр оқушы білім деңгейін байқап, өзін-өзі бағалап отырады. Оқушы да ізденуге дағдыланады. Оқушыларға ойландыратын сұрақтар беруде өте тиімді болып табылады. Мысалы, зерттеу: сен қайда тұрасың? Суреттеу: сенің мемлекетің қандай? Салыстыру: Қазақстан қазір қалай дамып келе жатыр? Өз пікірің: өз еліңді не үшін мақтан етесің? Білімің: еліңе, достарыңа қандай тілек айтасың? Қолдану: не үшін жақсы оқу керек? Рефлексияға мен табыс баспалдағын ұсынамын. Білемін, түсінемін, істей аламын. Келесі сабаққа ұсыныс. Оқушылар өздерін өздері бағалап, пікір білдіре алады. Бүгінгі тақырыбымды 5-тік әдісі арқылы аяқтасам. Функционалдық сауаттылық. Сұрақ: ол бізге не үшін қажет? Жауап: оқушының алған теориялық білімдерін практикамен ұштастыра біліп, алған білімдерін өмірде қолдана біліп, кез келген проблемалық ситуациялардың шешімін таба білуге үйрету үшін керек. Сөйлем: өзіне сенімді, өз жеке көзқарасын білдіре алатын, дамыған тұлға қалыптастыруға талпыну қажет. Түйін: мұғалім әдіс-тәсілдердің ең тиімдісін қарастырып, алған білімдерін іс-тәжірибеде қолдана білуге, бейімдейтін іс-әрекетке жетелеу арқылы функционалдық сауаттылықты дамыта алады.